Оқушылар, биология 8-ші сынып, сабақтың тақырыбы есту мүшесінің құрылысы, естудің маңызы, естудің бұзылу себептері, есту мүшесінің гигиенасы, зертханалық жұмыс. Номер 12 дыбыстық қабылдау ерекшеліктерін зерттеу. Сабағымыздың мақсаты құлақтың құрылысы мен қызметін сипаттау, естудің бұзылуы мен гигиенасын түсіндіру, дыбыстық қабылдау ерекшеліктерін зерттеу. Бағалау критерийлері құлақтың құрылысын сипаттайды, құлақтың құрылысы мен қызмет арасындағы байланысты түсіндіреді, естудің бұзылуы мен алдын алу жолдарын сипаттайды. Адам есту мүшесінің көмегімен қоршаған ортадан әртүрлі дыбыстарды қабылдап, талдайды. Есту мүшесі дыбыстарды анықтап, ажыратуға көмектеседі. Есту мүшесі құлақ. Құлақ 3 бөлімнен тұрады: сыртқы, ортаңғы және ішкі құлақ. Сыртқы құлаққа құлақ қалқаны, сыртқы дыбыс жолы мен дабыл жарғағы жатады. Құлақ қалқаны ауадағы дыбыс толқындарын сыртқы дыбыс жолына бағыттайды. Сыртқы дыбыс жолдарының ішкі шеті жұқа, тығыз, керілген дабыл жарғағымен бітеді. Сыртқы дыбыс жолдары арқылы дыбыс толқындары дабыл жарғағына, содан соң ортаңғы құлаққа өтеді. Дабыл жарғағы сыртқы құлақты ортаңғы құлақтан бөліп тұрады. Ортаңғы құлақ дабыл жарғағынан кейін басталады және ол самай сүйегінің ішінде орналасқан. Ортаңғы құлақтың ішінде ауа болады. Ортаңғы құлақ қуысы есту түтігі арқылы жұтқыншақпен жалғасады. Адам есінегенде, жұтынғанда есту түтігінің өзегі жұтқыншаққа ашылады. Жай уақытқа жабық болады. Ортаңғы құлақтың қуысында бірімен-бірі буын арқылы байланысқан 3 дыбыс сүйекшелері орналасқан. Олар балғашық, төс, үзеңгі деген атаулар пішіндері осы заттарға ұқсайтындықтан қойылған. Баласының құлағының естуі неліктен нашарлайды? Мұның бірнеше себептері бар. Біріншіден, дабыл жарғағының зақымдалуы, қартаю, құлақ қаптың шамадан тыс пайдалану құлақ қапты, құлақ бұлығы, құлақ ауруларының түрлері және гигиенаны сақтамау салдарынан адамның құлағының естуі нашарлайды. Бүгінгі сабақ бойынша бірінші тапсырма кестені толтыру. Оқушылар құлақ бөлімдерінің атқаратын қызметтерін жазады. Әр бөлімдерінің бөліктері мен атауларын жазады. Есту мүшесінің гигиенасын сипаттайды. Келесі тапсырма сабақты қорытындылау барысында тест жұмысы және биологиялық диктант жұмыстарын орындайды. Бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша 12-ші зертханалық жұмыс тақырыбы дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу. Бүгінгі сабақ бойынша бағалау попс әдісімен жазу. Менің ойымша, себебі, мысалы, қорыта айтқанда. Оқушылардан кері байланыс, яғни бағдаршам арқылы кері байланыс жүргізіледі. Оқушыларға 3 түрлі түс беріледі: қызыл түс, сары түс, жасыл түс. Қызыл түс: маған мұғалімнің көмегі қажет, тапсырманы орындауда қиналамын. Сары түс: көңіл күйім жақсы, сыныптастарымның көмегімен тапсырманы орындадым. Жасыл түс: мен бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын, менің көңіл күйім тамаша. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.